Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі керегіңе жарасын айдарында бір экранда 2 немесе 3 видеоның жасалу жолын көрсететін боламын. Ендеше кеттік. CapCut предложениесіне кіріп, өзімізге арнайы дайындап алған видеоларымыздың керек емес жерлерін қиып алып дайындайтын боламыз. Астыңғы функцияларының ішінен изменить дегенді тауып алып, осы жерден өзімізге қажетті жерді қиып аламыз. Міне біздің бірінші видеомыз дайын, екінші видеомызды дәл осылай қиып алатын боламыз. Астыңғы функциялардың ішінде скорость дегенді басам және кривая дегенді басамыз. Осы жердегі бір скоростьті таңдайсыздар, видеоны өзі автоматты түрде әртүрлі қылып жасап беретін болады. Видеомыз дайын, керектеріңізге жарасын. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі керегіңе жарасын айдарында артқы фонды өзгертетін боламыз. Ендеше кеттік. CapCut предложениесіне кіріп, осы жерде өзімізге қажетті видеоны алатын боламыз. Және қажет емес жерлердің барлығын алып тастаймыз, қиып. Артқы фонды өзгертеміз деген жерді разделить етіп бөліп алатын боламыз. Астыңғы функциялардың ішінен выростка дегенді тауып алатын боламыз. Осы жерден хромакей арқылы артқы фонды тазалаймыз. Осы видеода көрсеткендей етіп жасап алыңыздар. Көлеңке болмау керек. Көлеңке болса, бұл жерде ол өшірілмей қалады. Енді астыңғы бөлігінен host дегенді тауып алып, осы жерде фон, өзімізге керекті фотомызды жүктеп қоятын боламыз. Міне біздің видеомыз дайын болып шықты. Керектеріңізге жарасын. Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі керегіңе жарасын айдарында соңғы уақытта трендте жүрген осындай денедегі фотоны немесе видеоны қалай қоямыз? Сол туралы көрсетіп айтатын боламын. Ендеше кеттік. CapCut предложениесіне кіріп, осы жерге арнайы дайындап алған видеомызды қоямыз және алдыңғы және артқы бөліктер керек емес жерлерін қиып тастайтын боламыз. Енді қай жерге сурет қоямыз, сол жерді белгілеп алатын боламын. Астыңғы функция арқылы ішінен выростканы басамыз, хромакейді басып, осы жерде белгілеп аламыз. Астыңғы функциялардың ішінен host тауып аламыз. Осы жерде фон дегенді басып, өзімізге керекті фото немесе видеомызды қоямыз. Міне біздің фото видеомыз дайын. Керектеріңізге жарасын.